Белоктар биологиялық әлемде өте маңызды рөл атқарады. Инсулин нутриенттерді бүкіл организм бойынша таратады. Ферменттер химиялық реакцияларды тездетеді. Құрылымдық белоктар қорғаныш қызметін атқарады. Сонымен қатар тірек қызметін де атқарады. Барлық белоктар 21 амин қышқылынан тұрады. Амин қышқылдары көміртегіден, оттегіден, азот және сутегіден тұрады. Кейбіреулерінде күкірт атомдары да кездеседі. Селеноцистеин құрамында селен атомы бар жалғыз стандартты амин қышқылы. Барлық элементтер амин топтарын, карбоксилді топты және бүйір тізбектерін құрап, көміртегінің орталық атомына барып жалғанады. Бүйірлік тізбек амин қышқылдарының қасиеттерін анықтайды және олардың жалғыз ерекшеліктері болып саналады. Гидрофобты амин қышқылдарын көміртегіне бай тізбектер құрайды. Олар сумен нашар байланысады. Ал гидрофилді немесе полярлы амин қышқылдары сумен жақсы байланысады. Зарядталған амин қышқылдары қарама-қарсы зарядтағы амин қышқылдарымен немесе басқа молекулалармен әрекеттеседі. Белоктардың құрылымы. Біріншілік құрылым. Белоктардың біріншілік құрылымы бұл амин қышқылдарының бірінен соң бірі тізбектеліп келуі. Оны ДНК анықтайды. Белоктағы амин қышқылдары бір-бірімен пептидті байланыс арқылы байланысады. Бұл байланыс кезінде бір амин қышқылының амин тобы екінші амин қышқылының карбоксилді тобымен байланысады. Әр байланыс түзілуі барысында су молекуласы босап отырады. Көміртегі, азот және оттегі атомдарының осы байланысқан қатары белоктың қаңқасын құрайды. Белокты тізбектер әдетте белоктардың екіншілік құрылымының бірнеше типтеріне айналады. Олар альфа-спираль мен бета-жапырақша. Альфа-спираль бұл оңға қарай шиыршықталған тізбек. Ол көршілес амин қышқылдарының сутекті байланыстарын тұрақтандырады. Бета-жапырақшалар сутекті байланыстар бірнеше көршілес амин қышқылды жіптерді тұрақтандырғаннан кейін қалыптасады. Белоктың үшіншілік құрылымы. Бұл полипептидті тізбектің үш өлшемдік формасы. Үш өлшемдік форма амин қышқылдарының тізбегін түзетін қасиеттерді анықтайды. Көптеген белоктар қоршаған ортадан іштей жасырынған гидрофобты бүйірлік тізбектері бар глобулярлы құрылымдарды қалыптастырады. Мембранаға бекіген белоктарда гидрофобты амин қышқылдар сыртта бірге топтасқан. Осылайша олардың гидрофобты бүйірлік тізбектері мембранадағы сұйықтықтармен әсерлесе алады. Зарядталған амин қышқылдар белоктардың қарама-қарсы заряды бар молекулалармен әрекеттесуіне көмектеседі. Көптеген белоктардың қызметтері олардың үш өлшемдік формаларына тәуелді. Мысалы, гемоглобин оттегін байланыстырып, ішінде темір атомы бар кішкентай ғана молекуланы, яғни гемді ұстап тұратын қалташаны түзеді. Төртіншілік құрылым. Екі немесе одан да көп полипептидті тізбектер бірнеше бөліктері бар бір ғана молекуланы түзе алады. Гемоглобиннің 4 бөлігі өкпеге оттегінің сіңіп, бүкіл денеге тарауын қамтамасыз етуі үшін бір-бірімен жақсы қызмет атқарады. Белоктардың әртүрлі формалары олардың құрылымы мен қызметтерін көрсетеді. Молекуланың үлкейтілген моделінде белокты құрайтын барлық атомдар көрсетілген. Бұл схема таспалық модель деп аталады және ол белокты қаңқа мен альфа-спиральдің ұйымдасқанын көрсетеді. Молекуласына қолжетімді белок зоналарын көрсетеді. Белоктардың өлшемі. Көптеген белоктар жарық толқынының ұзындығынан аз. Мысалы, гемоглобин молекуласының көлемі шамамен 6,5 нанометрді құрайды. Гемоглобиннің көп мөлшері қанның қызыл клеткаларында болады. Кәдімгі қанның қызыл клеткасында шамамен гемоглобиннің 280 миллион молекуласы болады. Формасы мен қызметі. Белоктардың үш өлшемді формасы олардың қызметін анықтайды. Қорғаныштық қасиеті. Антиденелер. Антиденелердің икемді қолдары патогендерді анықтап, иммундық жүйенің оларды жоюына алып келіп, бізді әртүрлі аурулардан қорғайды. Байланыс. Инсулин, инсулинді рецептор. Инсулин гормоны бұл кішкентай тұрақты белок. Ол қан айналымы бойынша жылжып, өзінің формасын оңай сақтайды және қандағы глюкоза мөлшерін реттейді.
Ферменттер. Альфа-амилаза. Альфа-амилаза бұл біздің сілекейімізде крахмалды ыдырататын фермент. Транспорт. Кальций насосы. Кальций насосы магний көмегімен және АТФ-пен қоректене отырып, бұлшықеттің әрбір жиырылуынан соң кальций иондарын саркоплазмалық ретикулумға қайтарады. Сақталуы. Ферритин. Ферритин бұл организм қажеттілігіне байланысты темір атомдарын кіргізетін және шығаратын каналдары сфералық, яғни шар тәрізді белок. Ферритин ішінде ішкі қабырғасына бекіген темір атомдары бар қуыс орналасқан. Ферритин темірді токсинді емес формада сақтап тұрады. Құрылым. Коллаген. Коллаген өте берік үштік спиральді қалыптастырады. Бүкіл дененің құрылымын тұрақты ұстап тұрады. Коллаген молекулалары ұзартылған фибрилаларды түзе алады, ал олар өз кезегінде коллаген талшықтарын жасау үшін бірігеді. Коллагеннің бұл типі тері мен сіңірлерде кең тараған.